Біздер сіздермен қазір енді адамдар қалай денсаулықты тудыратыны жөнінде және екіншісі адамдар қалай өздеріне ауру тудыратыны жөнінде айтатын боламыз. Біріншіден адамдар қалай өздеріне денсаулықты тудырады, яғни дендері сау болады, мықты, өздеріне сенімді адам болып жүреді. Біріншіден адамдар мен өзімді жақсы көремін, мен өте жақсы адаммын, мен мықтымын дейтін адамдар болса. Екіншіден позитивті ойласа, негативті қастарына жолатпаса, әр эмоциясын басқара отырып, өздерінің сезімдері мен іс-әрекеттері позитивке толы болатын болса. Үшіншіден, мен әлемді жақсы көрем, әлем таңғажайыптарға толы дейтін болса. Және төртіншіден, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып, барлық адамдар мен туралы және мен оларды туралы өте жақсы пікірдемін, мен барлық адамды жақсы көрем дейтін болса, адамдар өздеріне денсаулықты тудырады. Яғни дендері сау болады, олардың әрқашанда өздеріне сенімді, күш қайраттары берік адамдар болады. Екіншіден, адамдар өздеріне ауру тудырады, яғни қалай тудырады? Мен өзімді жақсы көрмеймін, мен нашар адаммын, мен өте төмен адаммын дейтін болса. Екіншіден, әрқашан әр уақытта негативпен ұстанатын адамдар болса, әр жерде, әр іс-әрекетінде, әр эмоциясында негатив тудырып, әр адам туралы ойлап, сол нәрсемен шектелетін адамдар болса. Мен мынау маған ұнамайды, мынау мен туралы жаман ойлап жатыр, мына адамдармен қарым-қатынасы нашар адамдар болатын болса, яғни мына нәрседен ұнамайтын нәрсе тауып алдыңыз, минус тауып аласыз, ана нәрседен бір минус тауып аласыз, бәріне минус іздеп минус тауып алатын адамдар, яғни өздеріне ауру тудырып алады. Яғни адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасамаса, адамдарды жаман деп қабылдаса. Яғни солай. Сондықтан да мен сіздерге айтар үлкен бір кеңесім, өздеріңізді жақсы көріңіздер, сыйлаңыздар, құрметтеңіздер, және де өздеріңізді қалай жақсы көресіздер, солай әлемді де, басқа адамдарды да жақсы көруді үйреніңіз. Ал сіз үйрендіңіз бе, онда сіз деніңіз сау, мықты тұлға болып әрі қарай жүре беретін боласыздар. Және мен сіздерге айтып кеткім келіп отыр. Сіз мысалға бір адаммен бір ұрсып қалдыңыз, ренжістіңіз, болды, мына адаммен сөйлеспей қалдыңыз сіз. Енді сіз оны ұмытып кеттіңіз, әрі қарай жүре бердіңіз. Бірақ кез келген мәселе, кез келген шешілмеген сұрақ, кез келген ұрыс, ол адамдарға мейлі ол кеш болсын, мейлі ол сол уақытында болсын, міндетті түрде ауру болып келеді. Сондықтан да сіздерге айтам, құрметті марафоншылар, міндетті түрде мәселелеріңізді әр жерде, әр уақытта шешіп отырыңыздар. Адамдармен ұрыспай, адамдармен кек сақтамай, адамдармен бірге отырып, олардың реніштерін, яғни бір-бірлеріңізбен жақсы сөйлесіңіздер, ренішттер сақтамаңыздар, ренжітпеңіздер ешкімді. Соны мен сіздерге айтқым келіп отыр. Және кез келген шешілмеген мәселе ерте ме кеш пе ауру болып келетінін ұмытпаңыздар, және ең жақсы бір нәрсе бар ұрыс кезінде, яғни бір адаммен, мысалға мен сізбен дәл қазір ұрысып қалдым да, онда екі тараптан да дұрыс. Сіз тараптан да қате, мен тараптан да қате емес, екі тараптан да дұрыс. Себебі орыстарда айтады, каждый прав. Сондықтан да екі тараптан да дұрыс. Дегенмен ұрысқа ештеңе жеткізбеген абзал. Бірақ та кей уақыттарда өздеріміз эмоциямызды сақтай алмай қаламыз, бірақ сақтап үйренген абзалырақ. Егер де адам өмірді сол қалпымен қабылдаса, жақсы көрсе, айналасына шуақ жасаса, өмірде адамды дәл сол қалпында қабылдап жақсы көретін ұмытпаңыздар. Егер де сіз бір адаммен ұрысып қалдыңыз, ол адаммен жаман тарапта бір-бірлеріңізбен көзқарасыңыз қалыптасып қалды, дегенімен сізде ауру пайда болды. Әрі қарай сіз ауруды қалай шешесіз, егер де екінші адам, сол адам қайтыс болып кететін болса. Сондықтан да ерте ойланыңыздар, әр нәрсені қадам басқандарыңызда, әрбір қадамдарыңызда ерте ойланыңыздар. Неге? Себебі ол адамнан кешірім сұрап барып, сіз сол ауруыңыздан құтылатыныңызды ұмытпаңыз. Жарайды ма? Соны сіздерге де айтып кеткім келіп отыр. Енді ауру туралы тағы да әйел адамдар мен ер адамдарды денелер туралы айтайын. Мысалға мен қазіргі кезде қызбын, яғни қыздарда, әйел адамдарында, үлкен әжелерде
дәл осы жағынан екіге бөлінеді. Яғни оң жақ және сол жақ деп. Мына жағымның бәрі менің оң жақ болып саналса, мына жағымның бәрі менің сол жақ болып саналады. Мен әйелдерге айтып жатырмын, иә. Егер де менің яғни сол жақ бөлігі ауыратын болса, я көзім, я мына мұрдым, я мына жағым, аузым, мына жақтың бәрі ауыратын болса, онда ол ауру сіздерге мамаңызға сіз ренжіп жатсыз, мамаңыздан бір ұрысып қалдыңыз, сондай бір нәрселер. Я болмаса мамаңыздан болуы мүмкін, или өзіңізден болуы мүмкін, немесе ол сізден әйел адамдарға қатысты, яғни айтпағым. Дәл осы жақ әйел адамдарға қатысты реніштеріңіз, ашуларыңыз, ызаларыңыз. Ол сіздерге уже ауру болып келді, мына жағыңыз. Ал мына бөлшектеріңіз сіздердің уже ер адамдарға делінген сөз. Я әкеңізге сіздің ренішсіңіз, я сіздің жолдасыңызға ренішсіңіз, я ініңізге, бауырыңызға, ағаңызға деген сияқты реніштеріңіз. Осы бөлігі, яғни ауыратын болса сіздерде. Ал ер адамдарында керісінше, егер де оң жақ бөлігі ер адамдарды ауру тудыратын болса, онда ер адамдарда сіздің ер адамда қолыңыз ауырды ма, мына жағыңыз, онда сіздің яғни ер кісілерге деген ренішіңізден болуы мүмкін. Мүмкін емес солай. Ер адамдарға, әкеңізге, яғни ініңізге, сіздің ағаңызға болсын, яғни сол адамдардан істеуіңіз керек. Ал егер де сол жағынан болса, онда сіздің яғни мамаңызға, әйеліңізге, жұбайыңызға, қарындасыңызға деген сияқты реніш, ашуларыңыз. Соны жазып алыңыздар. Егер де қай жақ сіздерде ауырады, оң жақ па, сол жақ па, сол жақты жаза отырып, кімге ренішіңіз бар, қалай ренішіңіз бар, соны сіздерге табу өте жеңіл болады. Соны ұмытпаңыздар, жарайды ма? Яғни сіздерде қандай да бір реніш болатын болса, онда ол ренішті сіздер шешу керек боласыздар. Міндетті түрде оны қалдырмаңыздар, иә. Сол адаммен сөйлесіңіз. Яғни адамдарда көбінесе реніш пайда болады екі тараптан бірін-бірі дұрыс түсінбеушіліктен, шынымды айтайын. Көбінесе ол солай. Бір адам басқаша жеткізіп қалса, екінші адам оны басқаша ойлап қалады деген сынды. Сондықтан да оны сол адаммен шешкеніңіз абзал болады. Және ең соң қорытындылай келе, мен сіздерге айтқым келіп отыр, адамның барлық жері, яғни бір-бірімен байланысты. Мейлі ол басы, мейлі ол көзі, қолы болсын, адамдардың барлық мүшелері бір-бірімен байланысты. Және солай сіздерге түсіндіріп кеткен болатынмын. Мысалға, мен әйел адам, қыз болатын болсам, екіге мен бөлінетін болсам, мына жағым менің кімдерге қатысты, мына жағым кімдерге қатысты, ер адам болсам да оң жағым кімдерге, сол жағым кімдерге қатысты екен сіздерге ашық айтып берген болатын. Сіздерге түсіндірдім деген үлкен үміттемін, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Өз ауруларыңызды өздеріңіз жаза аласыздар, өздеріңіз кетіре аласыздар. Егер де оның себебін анықтап, кімге қалай ренжігендеріңізді таба білсеңіздер, өздеріңіздің эмоцияларыңызды басқара білсеңіздер, және әрқашан өзімді өзгертем деген оймен жүретін болсаңыздар. Өзгені өзгертіп керегі жоқ, сіз өзгені өзгерте алмайсыз. Себебі өзгеретін ең алғашқы өзіңіз болу керексіз. Егер де сіз өзгеретін болсаңыз, онда әлем өзгереді. Соны ұмытып кетпеңіздер. Сіз өзгердіңіз бе, түрлі әлем шуаққа толы болады. Сондықтан да әр уақытта, әрқашанда әр нәрсені өзіңізден қарап, өзіңізден тапқаныңыз жөн болады. Рахмет сіздерге. Көп-көп сау болыңыздар, сәттілік.